осы қиындықтарды біз аяужаман айтпаңыздар, біздер түсіпқызы үшеуміз ақылдасып отырып, осы сіздерге өзін-өзі бағалаудың бір формасын жасадық. Сіздерге өте оңай болады деп ойлаймын. Сіздер бір қымыз алып беріңіздер деген, алып келіңіздер. Сол енді топпен отырып бір қымыз жіберген қарай салыңыздар қазір. Оңай болсын, жарай ма? Өздеріңіз әрекет етіңіздер. Қараңыздар. Бұл жерде не? Кітапшаның аты көрінбейтін білім айнасы. Маған айтшы, қандай білім бар дедік? Көрінбейтін. Яғни біз мынаның ішінде көрінбей қалды, көрдіңіздер ме? Жаңа сіздің біліміңіз қайтпай қалды, мынаның ішінде сіз реально өткен шығарсыз. Өткен шығарсыз. Мүмкін керемет болса бағыз. Мынаған дәлелдеп бере алмаған ғой, сіздің біліміңіз қайтпай қалды дейсіз, көрінбей қалды, түсіндіңіз бе? Ал соны көрсететін нәрсе не? Осы кітапшаны. Олай болатын болса, осы кітапшаны қарап отырып, қараңыздар. Сізге көрсетіңіздер, иә? Осы кітапшаны қарап отырғанда, бірінші қарап шығыңыздар кішкене, иә? Көз жүгіртіп бір қарап шығыңыздар, қараңыздаршы. Тақырыбынан бастап, метафора туры бір адамды ойландыратын, яғни методтық көрінбейтін білім айнасы. Шебер ұстазға қадам. Яғни сіз осыны талдаған сайын, сіз шеберлікке қарай өзіңіздің сабағыңызды күнделікті кемелдендіре түссеңіз, ол неге алып барады сізді? Шебер ұстазға алып баратын әлбетте. Енді ойлайтын болса, бұл 6 бөлікке бөлінген қараңыздар. Бірінші бөлікті көрдіңіздер ме? Бірінші бөлікте не айтылды? Көктің ішіндегі қараңыздар. Бұл жерде сабақ мақсаттары негізінде. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде сабақтың басы кетті. Оқу мақсатын, сабақ мақсатын қалай алдым дегенді. Және біз енді осы мына анализді қайтеміз, енді мынаған салып таңдайтын боламыз, қараңыздар. Екінші бөлікте не? Мазмұнды таңдау оңтайлылығы. Оның критерийлері кетті. Көрдіңіздер ме? Қараңыздар, 3-ке кетті, қараңыздар, 4-ке қараңыздар. Не? 4-2-ке бөлінді, себебін жерде мені қостым. Бізде өткенде қандай құзыреттіліктер бар еді айтыңыздар. Айтып жүрейікші, 5 құзыреттілік атын. Қандай құзыреттілік бар? Цифрлық. Айтып жүрейікші. Әлеумет. Сосын? Қандай құзыреттілік? Цифрлықтың ішіне кетіп қалды, сосын тұрақты даму құзыреттілігі, содан кейін бізде кәсіптік құзыреттілік. Осының ішінде енді қараңыздар, мен бір екеуін алып тастадым. Жеке әлеуметтік құзыреттілік пен кәсіптік құзыреттілік деген екеуін алып тастадым. Бізде бұл оқу әрекетіне ондай бір келе қоймайды. Бұл бизнес класста жасалған нәрсе ғой қазақстанда. Бізге қайсысы келеді екен, зерттеп отырып, мына үшеуін қалдырдым. Осы сіздердің кітапшаларыңызда тұр. Қандай құзыреттілік? Икемді құзыреттілік, ашылып тұр. Көрдіңіздер ме жерде? Сосын тұрақты даму құзыреттілігі, содан кейін қайсы құзыреттілік? Цифрлық құзыреттілік. Осы үш құзыреттілікті сабақта сіз өзіңіз талдау жасаған кезде қай жерде айту керек екенсіз, көрдіңіз бе? Мына жерде ашылып тұр. Соған қараңыздар. Сосын 6-шы бөлігінде бақылау қызметі бойынша анализ жасау екенсіз. Енді қарай, осы бір сабағыңызда жоспар ақылдасып отырып, бір топтан бір сабақ жоспарын бір сабақ жоспарын алыңыздар да ақылдасып отырып, осыған байланысты сұраққа жауап беріп тұрсаңыздар болды ғой, түсіндіңіздер ме? Анда сұрақ тұр ғой, көрдіңіздер ме? Әдейі сұрақ бердім, себебі бізге не істеу үшін? Осы сұраққа жауап берген кезде біздің анализіміз қалай шығады? Сол сұраққа жауап берсеңіз, сіз өзіндік талдаудың жоғары деңгейін жасадыңыз.